Уақытыңды бағала. Бір балықшы өте бағалы алмаз тасын тауып алыпты. Алмазды алып қуанышпен зергердің алдына келіпті. Зергер алмазға ұзақ қарапты да былай депті: "Бұл тасыңыз өте бағалы. Мен барлық байлығымды жинап сізге берсем де, мұның құнының жартысын да өтей алмайды. Сізге берер кеңесім, жақсысы әділ патшаның құзырына барыңыз. Тек әділ патша ғана сіздің тасыңызға лайық баға мен байлық бере алады." Балықшы алмазын құшақтап, әділ патшаның құзырына келіпті. Әділ патша және оның қазынашысы балықшының тасын ұзақ зерттеп болған соң, балықшыға былай депті: "Келтірген алмазыңызға баға жетпейді. Сондықтан біз мынадай бір шешімге келдік. Біз сенің ықтиярыңа 3 сағат уақыт беріп, қазынаханамызды тапсырамыз. Осы 3 сағат ішінде қазынаханамыздан өзің қалағаныңша байлықты тасып алып кет. Біз разымыз. 3 сағаттан соң қазынаханамыздан шығарыласың." Балықшы әділ патшаның үкіміне дән риза болып алғысын білдіреді. Қазынашы балықшының ықтиярына қазынаханасын 3 сағатқа тапсырып, уақытты белгілеп, өзі шығып кетіпті. Қазынаханадағы алтын, күміс, інжу, маржан, дүр гауһарларды көрген балықшы есінен адасардай болыпты. Әлі уақыт бар, 2 сағат ішінде қаншама байлықтарды тасып кете аламын. Біраз дем алып алайын деген оймен алтындардың үстіне жатып алып, қиялға беріліп кетіпті. Енді дүниедегі ең бай адамға айналдым. Жан-жағымда қызметкерлер желіп жүгіріп қызметімді қылады. Бірнеше жас әйелдерге үйленемін, бірнеше зәулім сарайларым болады, тағысын тағы. Сол секілді қиялдармен ғафлет басып, ұйықтап кетіпті. Бір кезде қазынашы балықшыны келіп оятып тұр екен. "Оян, тұр орныңнан, уақытың бітті. Қазынаханадан шығып кет." Балықшы абдырап: "О, сорлы басым, ғафлет ұйқысы басыпты ғой. Қазір алтындарымды алып алайын" депті. Қазынашы: "Қандай алтын? Сенің уақытың бітіп болды. Шық бұл жерден. Ешқандай алтын алмайсың." Балықшы: "Bir уыс алтын алып алайыншы, тым болмаса." Қазынашы күліп: "Bir уыс деп қояды. Bir дәні алтынын да ала алмайсың. Өзіңе берілген уақыт ішінде қалағаныңша алтын алуың керек еді. Енді жоқ, қане шық" деген екен. Балықшы бір алтынға да ие бола алмай қазынаханадан шығып кетіпті.